Баршаларыңызға қайырлы күн. Біз бұл видеомызда адамның табан сүйегіне тоқталатын боламыз. Алдарыңызда адамның табан сүйегі. Бұл видеода біз нені айтатын боламыз? Қысқаша айтатын болсақ, адамның анатомиясын, сүйектерінің құрылысын айтамыз, және атқаратын қызметін айтамыз, және де өмірімізде көп кездесетін травма, осы аяққа қатысты, яғни табан сүйегіне қатысты, оның ішінде травмаларға тоқталатын боламыз. Міне, егер сіз неден тұратындығыңыз қызықты болатын болса, білгіңіз келетін болса, сүйектердің неден тұратын білгіңіз келетін болса, қош келдіңіз. Адамның аяқ табан сүйегі міне. Артынан қарағанда, жанынан қарағанда, алдынан қарағанда, мына жанынан қарағанда. Адамның атқаратын қызметі аяқ сүйегінің өте көп. Біздің жүріп тұруымызға, емін-еркін, тепе-теңдігімізді сақтауымызға, осы сүйектердің маңыздылығы өте ерекше. Міне көріп тұрсыздар. Бұл сүйек табан сүйегі. Тобық дейді қазақша, мына жер. Соның төменгі жағынан басталады. Бұл тобығы бар сүйек большеберцовая кость деп айтылады. Міне, одан кейін қасындағы аяқ, біздің сүйегіміз малоберцовая кость деп айтылады. Шыбық деп айтылады қазақша кейде. Мынау үлкен сүйек, біздің аяқ сүйегіміз. Табан сүйегі, міне соның астында орналасқан біздің табан сүйегіміз. Оның өзі 26 сүйектен тұрады. Сонда үлкен конструкция. Біздің ең бірінші басталатын табан сүйегі таранная кость дейді. Яғни біздің тобығымызды қолымызбен ұстап, тобықтың астына түсетін болсақ, сол жердегі жалғанған сүйек таранная кость деп айтылады. Талус деп айтады. Міне, таранная кость. Одан ары қарай, міне, біздің пяточная кость дейді. Өкшеміз. Міне көріп тұрсыздар. Одан ары қарай таранная кость, оның ар жағында ладьевидная кость дейді. Таран сүйегі жалғанатын жер. Міне. Таран сүйегі жалғанатын жер ладьевидная кость. Одан ары қарай кететін болсақ, клиновидная кость. Клиновидная косттің өзі 3 түрге бөлінеді. Ортасындағы бар, промежуточная дейді. Мынау шеткісі медиальная, латеральная дейді. Бұның барлығы клиновидная костьке жатады. Міне. Одан ары қарай, мынау ұзын плюсневая кость. Бұлар бесеу. Біздің былай айтқанда башпайларымыздың басталатын жері ғой. Одан ары қарай башпайлар міне уже. Бұлар фаланги деп айтылады. Тоже 5 түрге бөлінеді. Яғни, міне жанынан қарасақ, бұлай. Мынау өкшеміз пяточная кость, кубовидная кость, одан кейін таранная кость, одан кейін клиновидная кость. Сосын ладьевидная кость. Енді көп адамдарда бұл травма болып жатады аяқтарында. Травманың салдары өте көп, себебі өте көп. Енді кей адамдар жүрген кезде аяғын қойған кезде аяғын қатты қояды, тарс еткізіп қояды. Оның себебі мына сүйектің блокировка болуынан, зақымдануынан. Таранная кость. Яғни аяғын жерге басқан кезде сезінбей басады, қатты басады. Мына жердегі большеберцовая кость біздің
сосын таранная кость. Осы екеуі, әсіресе таранная кость. Міне, бұл үстіңгі сүйектермен, большеберцовыймен, одан кейін ладевидный деген сүйекпен, міне, көріп тұрсыздар, жалғанған. Осы жерде зақым болған кезде адам аяғын солай басады. Яғни тарс еткізіп қояды ғой айтқанда. Осы таранная кость және де ладевидная костьте зақым болған кезде адам, сонымен бірге міне пяточная кость, ол да жалғанады өкшеге. Осы үшеуінде көбінесе зақымданған кезде, яғни бұл сүйектердің барлығы ойнап тұру керек қой. Бір-біріне связкілермен, сіңірлермен, еттермен жалғанған бұлшықеттермен. Бұл ойнап тұру керек әрбір сүйек. Сол ортасында бір-біріне ойнамауының салдарынан, түрлі себептен, травманың себебінен бұл ойнамағасын істейді, аяқ дұрыс басылмайтын болады. Қойған кезде аяқты жаңағыдай бір тарс еткізіп қояды, былай айтқанда. Міне осы үш сүйектің зақымдануынан адам жүрген кезде аяғын осылай басып жүретін болады. Басқан кезде, қойған кезде жаңа не сияқты, таяқ ұстаған сияқты бір жаңағыдай тарс еткізіп қояды, былай айтқанда. Одан кейінгі біздің сүйектеріміз бар ғой, міне клиновидная кость. Үш сүйек бар өзі. Міне екіншісі, міне үшіншісі. Одан кейін кубовидная кость. Төртеу. Мына үшеуі бір сүйек. Бұлар клиновидный кость деп айтылады, мына үшеуі. Осы үшеуі сонымен бірге мына жердегі кубовидный сүйек, шетте тұр ғой. Қолымызбен ұстаған кезде аяқтың сыртынан осы сүйек ұсталады, кубовидный сүйек. Осы сүйектер зақымданған кезде, қызметін дұрыс атқармаған кезде, қозғалысы болмаған кезде, жаңа айттық, сүйектер қозғалыста болу керек әрқашан. Сол кезде адамның аяғын басып, аяғын кейін көтерген кезде аяғын жұлқып көтеретін болады. Оның себебі міне клиновидный костьпен, клиновидный косттың үшеуі немесе кубовидный кость. Осылар зақымданған кезде, осылар өзінің қызметін былай айтқанда дұрыс атқармаған кезде, блокировка болған кезде, адам аяғын көтерген кезде жұлқып көтеретін болады. Аяғы до конца дейміз ғой, жаңа қайрылмай қалады. Міне осы сүйектер зақымданған кезде көбіне. Міне кубовидная кость, клиновидная кость. Енді мыналарда әсер етеді. Плюсневая кость, саусақ, біздің жаңа башпайларымызға келетін сүйек, сосын фаланги. Міне осылар зақымданған кезде міне біздің аяғымыз басып, аяғымызды, кейін аяғымызды резко жұлқып көтеретін боламыз. Осы сүйектер қызметін дұрыс атқармаған кезде. Кубовидный мен клиновидный, сосын мына сүйектер башпайға кететін плюсневый, одан кейін фаланги. Остеопат маманы енді осы сіздің әрбір сүйектеріңізбен жұмыс жасайды. Артынан қарағандағы бейнесі, жанынан қарағанда. Біздер осы қолмен пальпация арқылы, қолмен ұстау арқылы сіздің мына көбінесе таранная кость пен большеберцовая кость екеуінің жалғанған жерінде блокировка болады. Адамның көбінесе ауыратын осы жері блокировка болып аяғын дұрыс баспайды. Міне осыларға қатты салмақтар түседі. Ладевидная кость сонымен бірге. Сосын пяточная кость. Біз остеопат мамандары осымен жеке-жеке әрбір сүйекпен жұмыс жасаймыз. Ұстап отырып. Ұстап отырып осы әрбір сүйекпен жеке-жеке жұмыс жасаймыз.